Сәлем достар, каналға қош келдіңіз. Бүгінгі видеода грузин халқының ұлттық тағамының бірі хинкалиді жасаймыз. Хинкали өте дәмді піседі, бір-біріне жабыспайды, формасын әдемі ұстайды. Сіздер де міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенемін. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Суға тұз, май құямыз, араластырамыз. Біртіндеп ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр осындай майда болып илену керек, осындай жұмсақ болады. Енді қамырды салафан мешочыққа саламыз, 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Қамыр тынғанша салмасына жасаймыз. Салмасына тауықтың етін және пиязды мясорубкадан өткіздім. Енді приправаларын саламыз. Мен тұз, қызыл бұрыш және кепкен укроп саламын. Сіздер өздеріңіздің жақсы көретін приправаларын салсаңыздар болады. Енді жақсылап араластырамыз. Енді салмасына су құямыз. Сол кезде хинкали суланып, дәмді болып пысады. Орысша айтқанда сочный болып пысады. Не осындай болу керек. Салмасы дайын. Қамырымыз демалды. Қараңыздар қандай жұмсақ. Қолға да, столға да жабыспайды. Жұмыс жасағанға өте ыңғайлы болған. Енді 2 бөлшекке бөлемін. Өстіп домалатамын. Және де 9 бөлшекке бөлемін. Осы қамырдан 18 дана хинкали шығады. Барлығын өстіп домалатып аламыз. Достар, қамырды жайған кезде ортасы қалыңдау болу керек, ал шеттерін жұқалау жаясыздар. Және де қамырдың диаметрі 15 сантиметрдей жаясыздар. Не осындай болып жайылады. Енді варенье салатын ыдыстың көмегімен өстіп ішіне саламын қамырды. Және де ішіне ас қасықпен толтырып отырып салмасын салып, өстіп қамырды бір-біріне жабыстырамыз. Қамырды бір-біріне қаттығып жабыстырыңыз, әйтпесе пысқан кезде ашылып кетуі мүмкін. Қараңыздар қандай доп-домалақ әдемі болып хинкали жасалды. Енді артық қалған қамырын өстіп пышақ көмегімен кесіп алып тастаймыз. Қараңыздар, хинкали дайын. Өте әдемі болып шықты. Бұл менің 3-ші рет жасап тұрғаным. Хинкали өте әдемі және дәмді болып шығады. Енді қайнап тұрған суға тұз саламыз. Енді қасықтың көмегімен араластырып тұрып, хинкалиді бір-бірден салатын боламыз. Достар, хинкали пісіп жатқан кезде бір-біріне жабысып қалмас үшін хинкалиді үлкендігіне, размеріне байланысты бір-біріне жабыспайтындай ғып пісіріңіздер, әйтпесе бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Қараңыздар қандай үрленіп пісіп жатыр. Хинкалиді 10-11 минуттай пісірасыз. Достар, хинкали дайын, өте әдемі әрі дәмді болып пысқан. Достар, сіздерді осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенемін. Достар, видеоға лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар, каналға тіркеліңіздер, видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.